Сәлем баршаңызға. Бүгін біз құмды печенье дайындаймыз. Жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Шекеріміз еріген соң, үстінен комнаталы температурада тұрған маргаринімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша. Дайын болған массамыздың үстінен ұнымызды салып, ұнымыздың үстіне разрыхлительді салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайды, жұмсақ, жылтыр әдемі болып шығады. Қамырымызды жайып, үйде бар заттармен гүлдің формасы, жүрек, тағы да қандай да бір формалар болса, формаға салып, кесіп, әдемі формалар келтірсе болады. Қамырымыздың қалыңдығы қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта болған дұрыс. Печеньелеріміздің барлығын пешіміздің формасына пергамент қағазын төсеп, тізіп, әдемілеп пісіреміз. Қалған қамырдан шариктар жасап, фантазияға байланысты, мысалы, вилканың үстінен басса болады. Терканың домалақ тесіктеріне бассаң, ол да бір форма болып шығады. Үйде ешқандай форма жоқ болған жағдайда, мысалы, домалақ шарикті алып, қолымызбен басып, дәл видеодағыдай гүл пішінін келтіруге болады. градуста 10-15 минут. Әркімнің пеші арқылы пісіргендігіне байланысты. Қолдың печеньесі ерекше дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.